Шымкентке Германиядан халықаралық нарықта тәжірибесі бар эксперт Вольфганг Бидерман келді. Шетелдік білгір маман жергілікті кәсіпкерлерге тауарды өткізу, сату және халықаралық нарыққа бейімдеу әдістерін үйретеді. Вольфганг Бидерман Шымтекс тауар белгісімен шымкенттіктерге етене таныс болған өндіріс орнында болып өз тәжірибесімен де бөлісті. Кәсіпкерлерге кедергі келтірмей, керісінше оларды қолдауда облыстық кәсіпкерлер палатасы бүгінде мықтап қолға алған. 1992 жылдан бері Қазақстан мен Германия арасындағы ынтымақтастық бойынша мыңға тарта орта және кіші бизнес өкілдеріне бағыт беретін бағдарлама жасалған. Осы арқылы кез келген азамат әлемдік дәрежедегі тәжірибесі бар маманнан керекті кеңесін ала алады. Мені ең алдымен Қазақстандағы ауа райы таңғалдырды, өте ыстық. Соған қарамастан адамдар да еңбекқор екен. Біздің елде сіздердің өндіріс орындарыңыз сияқты үлкенді кішілі кәсіпорындар жұмыс істейді. Мұнда өндірісті өркендетуге барлық потенциал бар деп ойлаймын. Вольфганг Бидерман кәсіпорынның мүмкіндіктерімен танысып, оларға қажетті өндірістік жабдықтарды Еуропадан жеткізуге болатынын жеткізді. Әзірге өндіріс орны 20 жанды жұмыспен қамтып отыр. Құрғақ құрылыс материалдарын шығаратын шағын кәсіпорын келешекте өндіріс өрісін кеңейтуге күш салуда. Германиялық сарапшыны шақыртудағы мақсатымыз өндірген өнімімізді сату және әлемдік нарық деңгейіне жеткізу болды. Үйренеріміз көп екен. 2 апта бойы кәсіпкерліктің көкжиегін кеңейтуге керекті кеңесін алатын боламыз. Шетелдік сарапшының келіп кетуден бастап барлық шығыны біздің мойнымызда. Бұдан бөлек германиялық сарапшылардың көмегіне біздегі Hill Corporational, Оразалиев, Food Production, Arsenal Sat жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері жүгініп отыр. Гүлсанат Қалмырзағызы, Талғат Елеубеков, Нышанбай Құлсейітов, Оңтүстік ақпарат.